Сіздер «Экология без паники» подкастын тыңдап отырсыздар. Біздің 4-ші маусым экология қатысты тұжырымдар мен мифтерге арналған. Экология қатысты бізді жеке өзімізді алаңдататын да, сіздерден келіп түсетінде сұрақтар бар. Біз фактілерді тексереміз, сарапшылармен сұхбаттасамыз және нақты жауаптарды табамыз. Сондықтан тексеріңіз келетін тұжырымдарды комментарийге жаза беріңіздер. Барлықтарыңызға сәлем, сіздер «Экология без паники» подкасты тыңдап отырсыздар, және бүгін біздің қазақ тілде толықтай шығатын 2-ші эпизодымыз. Былайша айтқанда барлық эпизодтың нумерациясы келген кезде бұл 6-ші эпизод. Бірақ қазақ тілде біз сіздерге уәде бердік, қазақ тілде жазамыз және бізде контент болады, сондықтан бұл 2-ші эпизодымыз. 3-ші паке не болды соған? 3-ші қашан? Біз 1-шісін шығардық қой. 1-ші велосипед туралы, 2-ші Алтай туралы. Мә, достар, қараңыздар, біз қандай 3-ші эпизодты шығарып жатырмыз ба қазақ тілде? Деп жатыр. Мә, Миша, сен болмасаң, мен осылай кете бередім. Біздің 2-ші эпизод деп. Біз кәдімгідей жұмыс жасайды екенбіз ғой. Достар, мақтап қойыңыздар бізді. Шынымен де бізге қазақ тілде контент жасау өте маңызды, сондықтан біз бұған өте үлкен акцент жасаймыз. Енді бұл эпизодта біз не туралы әңгіме етеміз? Қызықты, сіздер білесіздер, бізде қазір 4-ші маусым, және осы маусымның аясында біз сынақтан өткізу сұрайтын мифтер және мәліметтерді қарастырамыз. Сондай бізде сұрақтар болды. Мысалы, вулкандардың әсері, климаттың өзгеруіне қалай? Осындай сұрақтарымыз болды. Және ағаштардың маңыздылығы қанша, және ағаштардың рөлі қанша осы климат өзгеру жағында, CO2 өсімдіктерге қаншалықты қажет және оның өлшемі қалай әсер етеді жалпы осы климат өзгеруіне. Және соңғысы 4-ші аспект, ол климаттың өзгеру. Оның қалай айтсам, дамушы елдерге қарсы қастандық па деген сондай сұрақты, оны мен айтам, осыны қарастыратын боламыз. Бірақ қызық жағдай, орыс тілде біз осы эпизодтарды 4 бөлшекке бөлдік. Және осы эпизодтардың сұрақтарына жауап беретін маман, ол Жанна Есен, климат өзгеру бойынша маман болып саналады, және қазіргі уақытта Frontiers Media ғылыми баспасында жұмыс істейді. Жаннаға үлкен рахметіміз айтамыз, өйткені Жанна өзінің алтын уақытын бөліп, біздің подкастымызда қонақ болып, бүкіл білетін барлық ақпаратын айтты. Және атмосфера, климат, пәнаралық зерттеулер, экосаясат және экологиялық экономика бөлімдерін қадағалайтын осындай үлкен медиа, журнал, Миша, қателеспесем. Миша, айтып кет, Жанна қазір қай елде тұрады? Ирландияда. Және осы Жаннамен жазған кезде біздің уақытымыз өте көп болды, аралығы. Қанша уақыт еді? 6 сағат па? Біз түнде жазып едік қой Жаннамен орысша подкаст. 6 сағат разница, кажется. 6 или 5. Есімде қалды, мен сол кезде түнгі 12-де жаздық, 11-де бастадық, соң кейін 12-ден аса біттік. Өте қызықты жайт болды. Дегенмен ақпарат көп. Келесі осы микрофонды Миша саған берейін, және бірінші тақырыптан бастайық. Вулкандардың темасы болады, және оның жаһандық жылуына, климаттың өзгеруіне қандай әсері бар. Кеттік, бастайық. Кеттік. Бірінші миф немесе пікір мынандай. Біз климаттың өзгеру бәріміз білеміз. Парниктік газдар атмосферада жиналады, концентрациясы артып келеді, біздің планетамыз қызады. Бұл жаһандық жылынуды күшейтеді. Көптеген ғалымдар айтатындай, климаттың күрт өзгеруіне адам мен оның әрекеті кінәлі. Бірақ тағы бір пікір бар. Интернетте жиі кездеседі. Бір вулкан бір рет атқылағанда CO2 мен басқа газдарды шығарған өлшемі бүкіл адамзат жасаған барлық зауыттар мен көліктерден асып кетеді. Сондықтан біздің жаһандық жылынуды тоқтату әрекеттеріміз тек күлкілі болып көрінеді. Бұл табиғи процесс. Ал біз еш нәрсеге әсер ете алмайтын жәндіктер. Шындық қайда? Табу қиын емес. Жанна маманға көмегі үшін көп рахмет. Жанна үлкен вулкан атқылауын мысал ретінде келтірді. Мысалы, Пинатуба деген вулкан 1991 жылда атқылады. Оның атқылауы планетаның орташа
температурасын жарты градусқа төмендетті. Енді назар аударыңыз. Пинатуба 50 миллион тонна СО2 шығарды. Ал білесіздер ме, ақш жыл сайын қанша СО2 шығарады? Барлығы бір ғана ел 5 миллиард тонна. Айырмасы өте үлкен. Кейін жаны бізге вулкандар климаттың өзгеруіне өте аз әсер етеді деп айтты. Вулкандар жалпы парниктік газдардың шамамен 1%-ын құрайды. Тағы бір мысал. 2010 жылда Исландиядағы Eyjafjallajökull вулканы шамамен 4 миллион тонна СО2 шығарды. Бірақ вулкан атқылағандықтан көптеген рейстер тоқтатылды. Соның нәтижесінде шамамен сонша СО2 ошақтармен шығарылмады деп есептелді. Яғни вулкандар өздерінің шығарған газдарын компенсировать етеді. Сонымен қатар, вулкандар сера диоксидін де шығарады. Күн сәулелері шағылысып, планета салқындайды. Яғни вулкандар планетаны әрі жылытуы, әрі салқындатуы мүмкін. Ал адамдардың іс-әрекетінен шығатын газдар мұндай әсер етпейді. Және мысал көрсеткендей, адамдар вулкандардан әлде қайда көп шығарады. Демек, бұл абсолютті миф және қате түсінік. Мә, Миша, сен мынау Исландияғы вулканның атын қалай тез айттың? Мен тілім сынып қалды ғой. Айтшы тағы да бір. Eyjafjallajökull. Мә, қанша рет жаттадың? Мә, шынымен де таңғалдым, керемет. Рахмет. Ал достар, енді вулкандар адам жат шығаратын осы көмірқышқыл газын өлшемін сезінесіздер, иә? Айтқандай, бұның бәрі миф болып саналады. Ал келесі тақырып қойтейік. Менде де қызық тақырып осы СО2 көмірқышқыл газы өсімдіктерге қажет және қаншалықты қажет деген. Мысалы, біз өсімдіктерге көмірқышқыл газы қажет болғандықтан СО2 деңгейін төмендетуге бағытталған күш-жігер қате деген қателік пікірді қарастырдық. Мысалы қараңыз, мен жалпы тілмен айтқан кезде көп мамандар, зерттеушілер былай айтады: осы СО2 бізге керек, өсімдіктер өсу үшін. Біз болса оның өлшемін төмендетеміз және сонымен қатар біз өсімдіктерге зиян тигіземіз деген осындай пікірлер бар. Енді тіпті кейбіреулер динозаврлар дәуіріндегі СО2-ның жоғары деңгейі қалыпты жағдай болмаған деп мәлімдейді. Шындығы қандай? Шындығында өсімдіктер фотосинтез үшін СО2-ні қажет еткенімен мәселе атмосферадағы СО2-ның мөлшерінде болып тұр. Сезіп отырсыздар, айырмашылығын. Қазіргі көмірқышқыл газы концентрациясы миллионға шаққанда шамамен 410 бөлшек ppm. Бұл ауаның жалпы құрамының аз ғана бөлігі құрайды. Бұл концентрация адамдар үшін қолайлы ортақ сақтау үшін өте маңызды. 410 бөлшек ppm. Ол маңызды ақпарат, оны да есте сақтау керек. Тарихи тұрғыда СО2 деңгей әртүрлі организмдердің тіршілік етуіне жағдай жасап өзгеріп отырған. Алайда қазіргі деңгейі адамның өмір сүруі үшін қолайлы емес. Түсініп отырсыздар, иә? Бұл жерде түбіне келген кезде мәселе өсімдіктерге емес, адамның қолайлы, ыңғайлы өмір сүру дәрежесінде болып отыр. Сондықтан проблема қандай? Артық СО2 атмосферада жылыту элементі ретінде әсер етіп, адам мен басқа да тіршілік формаларын бірге өмір сүру үшін қажетті тепе-теңдікті бұзады. Және соңғысы, қазіргі өсімдіктер дүниесі шығарылатын парникті газдардың тек 1/3 бөлігін жартысына дейін ғана сіңіре алады. Енді тағы да тарихи контекст өте керемет. Бұны да жанына айтып кеткен Михаил екеуі орыс тілді подкастта. Қызық болса, жанын тыңдаймын десеңіздер, орыс тілді подкастты тыңдап көрсеңіздер болады. Тарихи контекст қандай? 800 мың жыл бойы СО2 деңгейі салыстырмалы түрде тұрақты болып 280-300 ppm аралығында сақталды. Өнеркәсіптік революциядан бері бұл деңгей күрт өсіп 420 ppm-нен асып түсті. Сезесіздер, бұл жылдан өсу адамның бейімделуіне мүмкіндік бермейді. Қорытынды қандай? Көмірқышқыл газын жою емес, адамдар үшін өмірге қолайлы планетаны сақтау үшін оның концентрациясын басқару алаңдаушылық тудырады. Осындай миф болды және осы мифті біз Жанна арқылы сіздерге қарапайым тілмен түсіндіруге тырыстық. Ал Миша, сенің келесі тақырыбын жалғастырайық. Тікелей спойлермен айтып қояйын. Ағаш отырғызу климаттың өзгеруін тоқтатпайды. Климаттың өзгеру жылдамдығы бүгін өте жоғары.
Сонымен ағаш отырғызу бұл мәселені дәл қазір шеше алмайды. CO2 газын жақсы сіңіретін ағаштарға өз функцияларын толық орындау үшін 50-ден 100 жылға дейін уақыт қажет. Жас ағаш үлкен ағаштай көп сіңірмейді. Мысалы, ақш жыл сайын 5 миллиард тоннадан астам көмірқышқыл газын шығарады. Оны өтеу үшін Техас штатының аумағындай екі жерге ағаш отырғызу қажет. Тағы бір нюанс бар. Климаттың тез өзгеруі жаңа ағаштардың өсуі мен тіршілік етуін қиындатады. Үлкен өрттер мен заңсыз орман кесу әлі де үлкен мәселе болып отыр. Сондықтан ең бастысы бүгін ормандарды сақтау. Қазір бізде бар табиғат байлығын қорғау өте маңызды. Мысалы, Амазон ормандары, Азиядағы тропикалық ормандар, Африка саванналарындағы ормандар, сондай-ақ Ресейдегі, Канадаға және Австралиядағы орман алқаптары. Қазірдің өзінде олар өз жұмысын керемет атқарып жатыр. Дегенмен, Қытай жақында қызықты мәлімдеме жасады. Соңғы 15 жылда отырғызған ағаштары елдің шығарындыларының 20%-ын өтейді. Барлығына қарамастан ағаш отырғызу өте қажет. Ағаштар шын мәнінде жергілікті экожүйені жақсартады, топырақ жақсарады, биоәртүрлілік артады, ылғал сақталады, жауын шашын көбейеді. Ағаштар өзен жағалауларын нығайта алады. Әсіресе қалаларда ағаштар өте қажет. Адамдарға өмір сүруді ыңғайлы ету үшін. Есіңді ме, Паки? Біз Астана бойынша серуендегенімізде, күннің астында әйнек пен бетонның арасында көздерім қатты жасып кеткен. Өте жарық болды. Күннен көлеңкеге тығылатын жер де болмады. Иә, дұрыс айтасың. Сол кезде жүгіріп едік, Мгм. көлеңке іздеп, сол ағаштар жоқ. Сол кезде есімде андай биік үйлер бар ғой, қазіргі соғылған жаңадан. Солардың көлеңкесіне тығылып, бүйтіп сөйтіп тұратынбыз. Картаны қарап, келесі баратын жеріміздің маршрутын тауып. Шын айтасың, иә, дұрыс. Сонан кейін мен Алматыға екінші рет қашық болдым. Бірақ ағаштарды дұрыс отырғызу маңызды, өте маңызды. Мамандармен кеңесіңіздер, сонда ғана ағаштар жақсы өніп, жергілікті экожүйені бұзбайды. Және соңғы сәт. Авиакомпаниялардан маркетингтің әдіс бар. Егер ұшу үшін шығынды өтегіңіз келсе, билет бағасын қымбаттауды ұсынады. Жаңа авиакомпанияларға бермей, тексерілген ағаш отырғызатын қорларға тікелей жіберуді ұсынды. Ал біз Пакимен толықтырамыз. Қазақстандық қорларды таңдаңыздар. Өйткені бізде орман өте аз. Иә, дұрыс айтасың. Мен де жаныңды қолдаймын. Бұл жерде әуе компанияға төлемей, сіз білетін, өзіңіз тұратын аумақта сондай бір қорды тапсаңыз, немесе ұйымды, және сол донатты беріңіз келген ақшаны, иә, сол кісілерге ресми түрде счеттарына аударып, және оларға жазуыңыз болады. Жоспарларыңыз қандай ағаш отырғызасыз, мүмкін мен де келіп сол ағаш отырғызуға қатыса аламын ба десеңіз, бұл тіпті керемет болады. Сондықтан осындай әсер және мифтерді сіздерге қарастырдық, және соңғы айтатын сұрақ ол климаттың өзгеруі дамушы елдерге қарсы қастандық па деген сұраққа жауап берді Жанна ханым, біздің қонағымыз. Климаттың өзгеруі басқа елдердің дамуына кедергі келтіру мақсатындағы батыстың қастандығы деген пікір бар. Жанна бұған қарсы шығып, климаттың өзгеруіне қатысты ғылыми консенсустың басым екенін атап өтті. Ол ғалымдардың табиғатынан келіспеуге және бәсекелесуге бейім екенін, сондықтан климаттың өзгеруі туралы көптен бері қалыптасқан келісімнің маңызды екенін айтты. Кейбір саясаткерлердің климаттың өзгеруін жалған нәрсе ретінде қабылдамайтыны туралы дәлел. Жанна кейбір ресейлік ғалымдардың тарихи тұрғыдан климаттың өзгеруін жоққа шығарған, бірақ өзі мәлімдемелерін растайтын ешқандай ғылыми дәлел келтірмейтінін айтты. Ол сондай-ақ орыс тілді елдерге қатысты қастандық теориялардың тарапына ықпал еткен климаттың өзгеруі бойынша орыс тіліндегі ресурстардың жоқтылығын атап өтті. Бұл жерде бір осындай контекст болды, өйткені ағылшын тілде андай сенетін, дәлелін көрсететін, зерттеуін көрге болатын
ақпарат сол көбінесе ол ағылшын тілде. Сондықтан сондай ақпаратқа қол жеткізем, өзім салыстырам десеңіз, ағылшын тіліңіз жақсы болса, сізге жеңілірек болады. Ол менің сол кезде өзіме алған инсайтым. Және ақштың қазір білеміз, Париж келісімінен шығу сияқты саяси шешімдердің әсері қандай? Жанна ақштың жекелеген штаттары әлі де өздерінің климаттық саясатын жүргізуге алатын түсіндіреді. Олардың өздері де ел ішінде жағдайын төмен түсуге жол бермейді. Өздерінің грант жүйесі, заңдары жақсы жұмыс істейді және адамдардың өздері жұмыстарын тоқтатпайды. Сондықтан бұл жерде ақш Париж келісімінен шықса да, олардың өзінің ішінде жұмыс істейтін мамандар және жай ғана тұрғындар өздерінің жоғары белсенділігі жоғары және бұл жұмысты тоқтатпайды, климаттың өзгеруін әсерін түзеу үшін. Батыс елдерінің экологиялық жобаларға гранттар беретін туралы дәлел. Оны көбіміз білеміз. Және олардың қолдауы жақсы әсер береді. Жанна мұны мойындайды, бірақ сонымен бірге дамушы және шағын аралдық мемлекеттер көбінесе қаржылық көмегін жеткіліксіз деп санайтынын атап өтті. Жанна мұны мойындайды, бірақ сонымен бірге дамушы және шағын аралдық мемлекеттер көбінесе қаржылық көмекті жеткіліксіз деп санайтынын атап өтті. Ол климаттың өзгеруі барлық елдерге олардың мәселеге қосқан үлесін қарамастан әсер ететін және жаһандық ынтымақтастық қажет екенін баса айтты. Өйткені біз 1,2 орташа градустан жоғарыладық. Сондықтан бізге бірігу керек. Өйткені климат өзгеруін барлық елдер әсерін көреді және сезеді. Өкінішке орай, менің ойымша. Және климаттың сәл жылуын елеулі мәселе емес деген қате пікір бар. Жанна климаттың өзгеруі тек жаһандық жылу ғана емес екенін түсіндіреді. Ол экстремалды ауа райы құбылыстары қоса алғанда әртүрлі өзгерістерді қамтиды. Ол ыстықтаған суықтан гөрі көп адам өлетінін көрсететін деректерді келтірді. Ол сондай-ақ дауылдардың қорқындылығы мен ұзақтығы артқанын атап етті. Мысалы, Миша өте керемет сұрақ қойды. Миша, сен айтып едің ғой, қазіргі уақытта осы климаттың өзгеруінен ауаның салқындағанынан адамдар өлуі статистикасы өсіп жатыр деп, Сол кезде Жанна осындай дәлел берді. Мысалы, осы бағана айтқан шторм қазақша қалай? Дауыл ғой, Сол дауылдарын сол кезде Миша күшті статистика айтты. Орташа есеппен 3 сағат жүрсе, мысалы сол дауыл басталды, 3 сағат біз күтеміз, былай қарапайым тілмен айтқанда. Қазіргі уақытта сол дауылдың кетуін толықтай тоқтаған біз 5 сағат күтеді екенбіз. Ол да шынымен де зерттеу, ол да статистика. Және осы ыстық ауадан, ыстық температурадан қайтыс болып жатқан адамдардың саны өсіп келе жатыр. Және ол температураның төмендеуіне қарағанда сандар көбірек болады екен. Мысалы, ыстық ауа райынан 500 миллион адам өлді деген статистика бар, Ал достар, осымен біздің 3-ші қазақ тілді эпизодымыз тамам. Барынша сіздерге қорытынды қылып, осы 4 аспектіні, климат өзгеруі жайлы қандай мифтер болды және сол мифтердің барынша сіздерге жауабын айтуға тырыстық. Және тағы да айтарымыз, Жанна ханымға үлкен рахмет, келіп біздің қонағымыз болып, эксперт болып, барлығын қарапайым тілмен түсіндіргеніңіз үшін. Егер сіздер бізді қолдаймыз десеңіздер, бізде әртүрлі способтар бар. Ол ақшалай бізді қолдай аласыздар, донаттарыңыз жіберіп, ол Patreon және Boosty платформалары кіріп, бізге подписка жасап, ақшалай қолдау жасай аласыздар. Егер олай жасай алмаймыз десеңіздер, бізді әрдайым Instagram желісінде, TikTok желісінде, немесе Telegram каналымызда қолдай көрсете аласыздар. Ол не? Ол лайктарыңыз, репосттарыңыз және сіздердің комментарийларыңыз. YouTube арнамызда сіздер өздеріңіз пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Келісесіздер ма, келіспейсіздер ма, мүмкін сіздерге жаңа ақпарат болды ма? Біз әр комментарийді, әр қолдауды Миша екеуміз көреміз және бізге әрдайым сіздердің кері байланысыңыз бізге дәлел. Біз дұрыс жолда, жобамыздың сондай нәтижесі ретінде бізге өте маңызды. Сондықтан сіздерге шақырамыз, белсенді болыңыздар. Рахмет осы эпизодты тыңдағандарыңыз үшін. Миша, тағы да бір жай қосасың ба? Сөзіңді айтып кет.
сурактарыңыз болса, сурактарыңыз немесе мифтерин бизге жазыңыз. Біз эксперттері табамыз. Барға ақпарат тауып аламыз интернетте или ғаламторда. Және қызық подкаст, жаңа эпизод жасаймыз. Болды, осымен бітейік осындай эпизодымызды. Қолдауларыңызға рахмет, және аяғына дейін осыны эпизодты тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше сіздермен болған мен Пакизат және әріптесім Михаил. сау болыңыздар.